Соңғы жаңалықтарға байланысты Pinduodu'да комиссия өзгерді. 66 юаньға дейінгі тауарлардың барлығынан комиссия 2 юаньнен алынатын болды. Соған байланысты бізге барлығын жинақтап заказ берген ыңғайлы. Сол үшін біз не істейміз? Сізге керек заттардың барлығына осындай жүрекше қойып қоясыз. Лайк сияқты. Осылай барлығын жинақтап, оны мына жерден көресіз. Осы жерде барлық тауарларыңыз сақталып тұрады. Енді осының барлығын таңдауға болады. Мысалға осыны алып, басамын үстінен. Енді маған керектісін таңдаймын. Мысалға маған осы керек болды. Осы қызыл батырманы басамын. Міне. 15,9 юань деп бағасы шықты. Сол сияқты тағы да басқа тауарларды мен таңдап 66 юаньнен асырамын. Осылай мысалға 66 юаньнен асырдым, 72 юань болды. 72 юань болса, тек қана 3% ұстайды. Ал егерде сіздерде 67 юаньға жетпейтін болса, онда сіздерден 2 юань комиссия ұстап отыратын болады. Сол үшін сіздерге осылай заказ берген ыңғайлы. Сосын осы қызыл батырманы басамыз. Осылай осы жерден төлей бересіздер. Міне. Мысалы, мына жерде 3% ғана шығып тұр комиссия ретінде. Есептеп шақсаңыздар болады. Енді мысалы өзінің бағасы 72,29 болса, біз сол 72,29-ын 3%-ын шығарып көре аламыз. 3%-ы сонда бізде 74,45 болып шығып тұр. Мына жерде сол дұрыс болып шығып тұр. 3%. Ал егер енді біз тек қана 66 юаньға жетпейтін тауарларды қарайтын болсақ, мысалы мына тауардың өзі жетпейді, сол үшін мынаны басамыз. Енді осыдан қарайтын болсаңыздар, бізде 7,9 юань ғой. 7,9 юаньді енді 3%-ын шығарайық. 3%-ы шыққан кезде сіздерде 8,1 юань болу керек. 8,1. Ал мына жерде 9,9 юань шығып тұр. Сол үшін бәрін жинақтап берген сіздерге ыңғайлы болады.